done. Көңілім көңілсіз ойға батқанда жол бата аласың ба? Өмірдің мен сүйген бояуларын ұната аласың ба? Июнь және де біздің Венкаға түсетін күніміз. Сол кезде көптеген позалар керек болды. Және де ұлдар қыздарды көтеріп түсетін болды. Екі ұл бір-бірінің қолдарын осылай ұстап, және қыз соған отыратын болып, отырып сөйтіп түстік. Екі бала жаңағы болады ондай фото ауада дегенше секіріп сондай қылып істеп көрейік деп айтты да. Сосын біз ойын екен деп ойладық. И давайте подкинем деп. Солай ойын ретінде көрді да негізі. Мен жаңағы түсініп, аяғыммен былай түседі деп ойлады да. Ол тек қана мысықтар сияқты десем. Оны үстіге қарай лақтырған кезде тура солай бүкіл салмағымен копчикпен құладым да. Мен здесь он көрініп тұр ғой, кіріп кеткен давай. 70 градусқа кірген. Және де со сколками костных отломков дейді. И с суровым освещением. Я жақында тексерген. Нет, наоборот, хуже стало. Маған докторлар операция жасау керек болды. Өйткені дальше ары кетсе, полностью копчикті алып тастаймыз деп айттым. Жалпы Энтон алдында осы жағдай болғандықтан мен Энтонны жатып тапсыруға тура келді. Ол маған өте қатты қиындыққа соқты. Жалпы көптеген түлектер сияқты барлығымен бірге тапсырмадым. Өзім жалғыз және жатып тапсырдым. Өйтіп әти істейтіндей нәрсе болған жоқ. Керісінше, ойынмен істетті. Жалпы қалай айтсам, ойын екенін түсініп, және де тез басқаша болды, аяқпен түседі деп ойлады да. Оларында басқаша болады, салғырттықпен қарадым. Дұрыс ойланған жоқ соңында не болдың. Ал соңына